Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын суретке және сұрақтарға назар аударыңыздар. Суретте қай ғалым бейнеленген? Қандай түсініктерді қарастырғанда Авогадро есімі кездескен едіңіздер? Авогадро саны нешеге тең? Бұл шама қандай формулада қолданылады? Дұрыс балалар. Әрине біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Авогадро заңы малярлық көлем. Оқу мақсатымыз Авогадро заңын білу және қалыпты және стандартты жағдайлардағы газдар көлемін есептеуде малярлық көлемді қолдану. Яғни біздің сабағымыздың мақсаты Авогадро заңын білу және малярлық көлем бойынша есептеулерді шығару. Химиялық заттардың кейбіреулері газ күйінде болады. Мысалы, сутегі, оттегі, хлор және азот. Газдардың күйін сипаттайтын шамалар, яғни қысым, көлем және температура. Тығыздық табу үшін ρ тең масса бөлінген көлем деген формуланы қолданамыз. Және оның өлшем бірлігі грамм-литр. Екенін бізде осы физика пәнінен таныс болғансыздар бұрын. Көлем газдың 1 молінің көлемі 22,4 литр мольге тең. Яғни бұл бізде қалыпты жағдай. Малярлық көлем температурасы 0 градус Цельсий болған кезде тығыздығы 1 атмосфера, яғни 101,3 килопаскаль жағдайында анықталған. Бұл қалыпты жағдай деп аталады. Қалыпты жағдайды біз есептеулерде қысқаша Q және Ж деп белгілейміз. Газдардың малярлық көлемі қалыпты жағдайда бірдей, яғни 22,4 литр болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, оттегі, азот және көмір қышқыл газында мысал ретінде берілген. Кез келген газдың 1 молінің қалыпты жағдайда алатын көлемі малярлық көлем деп аталады. Малярлық көлемнің формуласы бізде Vm тең көлем бөлінген нью. Формуланы біз түрлендірсек, нью тең көлем бөлінген малярлық көлем. Зертханада қатты заттардың мөлшемі таразы көмегімен анықталса, сұйықтар мен газдар көлем бойынша есептелінеді. Бірдей жағдайда алынған газдардың тең көлемдерінде молекула сандары бірдей болады. Бұл заңды 1811 жылы итальяндық ғалым Авогадро ашқан. Авогадро тұрақтысы 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесінде моль минус 1-ге тең. Қалыпты жағдайдағы газдың тығыздығы мына формуламен анықталады. ρ тең малярлық масса бөлеміз малярлық көлемге. Өлшем бірлігі грамм-литр. Енді осы тақырып бойынша есептеулер шығарайық. Бірінші есеп. Көлемдері 50 литр оттегі мен көмір қышқыл газы қалыпты жағдайда өлшенген, олардағы молекулалар саны және массасын табыңыздар. Жақсы балалар, бірінші есептің шешуін қарастырайық. Ең алдымен берілгенін жазамыз. Яғни оттегі және көмір қышқылының көлемдері 50 литрға тең қалыпты жағдайда. Табу керек молекула саны және массасын. Содан кейін шешуін жазамыз. Шешуінде ең алдымен мольдік массаларын табамыз. Оттегінің мольдік массасы 38 грамм мольге тең, көмір қышқылының мольдік массасы 44 грамм мольге тең. Зат мөлшерлерін нью формулаларын молекула санын есептеу үшін формуланы жазамыз. Алдымен молекула саны бөлеміз Авогадро тұрақтысына. Тең көлем бөлінген малярлық көлем. Осыдан шығады формуланы түрлендірсек, молекула саны тең Авогадро тұрақтысын көбейтеміз көлемге, бөлеміз малярлық көлемге. Бұл формулада Авогадро тұрақтысы және малярлық көлем тұрақты сандар, яғни көмір қышқыл газы мен оттегінің көлемі тең. Молекула санын табу үшін 6,2-ні көбейтеміз 10-23 дәрежесі, көбейтеміз 50-ге, бөлеміз 22,4-ге. Тең 1,344 көбейтілген 10-24 молекуласына тең. Бірдей жағдайда тең көлемде 50 литр алынған әртүрлі газдардағы
яғни оттегі және көмір қышқылы молекулалар саны бірдей. Массаларын есептеу үшін біз масса бөлінген малярлық масса тең көлем бөлінген малярлық көлем. Осыдан формуланы шығарамыз. Масса тең малярлық көлем көбейтеміз. Малярлық массаны көбейтеміз көлемге, бөлеміз малярлық көлемге. Газдардың массаларын есептеу үшін осы формуланы қолданамыз. Яғни оттегі массасын табу үшін 32 көбейтілген 50 бөлеміз 22,4-ке. Жауабы 77,143 грамм. Дәл сол сияқты көмір қышқыл газының массасын есептейміз. 44 көбейтілген 50 бөлеміз 22,4-ке. Тең 98,121 грамм. Бірдей жағдайда, бірдей көлемде алынған газдардың массалары әртүрлі, ал молекулалар саны бірдей болады екен. Жауабы: молекула саны 1,344 көбейтілген 10-ның 24 дәрежесінің молекула. Ал массалары оттегінікі 77,143 грамм, көмір қышқыл газының массасы 98,121 грамм. Келесі, екінші есепке назар аударайық. Оттегі мен көмір қышқылының газын қалыпты жағдайда тығыздығы қандай? Есепті шығарып көрейік. Номер екінші есептің шешуі. Ең алдымен берілгенін жазамыз. Яғни оттегі және көмір қышқыл газының көлемдері қалыпты жағдайда тең, яғни 1 литрге. Табу керек тығыздығы. Шешуі. Қалыпты жағдайда берілген газдардың 1 литрінің массаларын есептеу. Яғни бізде тығыздық бойынша формула тығыздық ро тең малярлық масса бөлеміз малярлық көлем. Яғни оттегінің тығыздығын есептеу үшін 32-ні бөлеміз 22,4-ке. Сонда шығады 1,143 грамм литр. Көмір қышқыл газының тығыздығын есептеу үшін 44-ті бөлеміз 22,4-ке. Тең 1,196 грамм литр. Сонда жауабы оттегінің тығыздығы 1,143 грамм литрге тең болса, көмір қышқыл газының тығыздығы 1,196 грамм литр. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Массасы 8,8 грамм көмір қышқыл газының қалыпты жағдайда алатын көлемін, молекула санын және зат мөлшерін анықтаңыздар. Номер үшінші есептің шешуі. Яғни берілгені көмір қышқыл газының массасы 8,8 грамм. Табу керек көлем, молекула саны және зат мөлшері. Шешімі. Ең алдымен көмір қышқыл газының малярлық көлемін есептейміз. Яғни 44 грамм мольге тең. Зат мөлшерінің формулалары бойынша есептеулер жүргіземіз. Зат мөлшері, яғни ню тең масса бөлінген малярлық масса. Тең зат мөлшері тең молекула саны бөлеміз Авогадро тұрақтысына. Дәл сол сияқты көлем бөлеміз малярлық көлемге. Ню тең 8,8-ді бөлеміз 44-ке. Шығады 0,2 моль. Ню тең көлем бөлінген малярлық көлем. Осыдан біз көлем табу үшін формуланы түрлендіреміз. Көлем тең ню көбейтілген малярлық көлем. Тең 0,2 көбейтілген 22,4-ке. Тең 44,148 литр. Көлем ню тең молекула санын бөлеміз Авогадро тұрақтысына. Осыдан формуланы түрлендіреміз. Молекула санын табу үшін мольді көбейтеміз Авогадро тұрақтысына.
яғни нью тең бізде ол 0,2 көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Тең 1,204 көбейтілген 10-22 дәрежесіндегі молекула. Соңында жауабын жазамыз. Зат мөлшері тең 0,2 мольге, көлем тең 4,148 литрге, молекула саны тең 1,204 көбейтілген 10-22 дәрежесіндегі молекулаға тең. Балалар, енді бүгінгі тапсырма бойынша өздеріңізге бағалау критерий және дескрипторды қолданамыз. Яғни бағалау критерийлер бойынша Авогадро заңын біледі, формулаларды біледі, қалыпты және стандартты жағдайларда газдар көлемін есептеуде малярлық көлемді қолданады. Дескрипторлар, яғни тапсырмадағы орындаудағы қадамдар. Авогадро тұрақтысын пайдаланып есептер шығарады, формула түрлендіре алады, қалыпты және стандартты жағдайда газдар көлемін есептеуде малярлық көлемді қолдана алады. Үй жұмысы. Аммиактың NH3, хлордың хлор-2, метанның CH4, күкіртті газдың SO2, сутегінің қалыпты жағдайда 1 литрінің массаларын есептеңдер. Ол шама қалай аталады? Сабақты қорытындылай келе рефлексияға назар аударайық. Төменде көрсетілген өзінің көңіл күйіне сәйкес бағанды таңдаңыз. Бірінші баған: алға қарай жылжуға әзірмін. Екінші баған: кейбірін түсіндім, бірақ бәрін емес. Үшінші баған: түсінбедім, қайта қарап шығуым керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.